Ақтөбеде жоғалып кеткен 4 жасар баланың денесі табылды. Сәлеметсіз бе? Бұл хабарламадан басқалардың хабардар болуын қаласаңыз, бейне астында лайк-демесін басып, арнамызға жазылыңыз. Ақтөбеде жоғалып кеткен 4 жасар баланың денесі табылды деп жазады Inbus Science KZ. Ішкі істер министрлігінің Telegram арнасына сілтеме жасап, 28 желтоқсан күні Ақтөбе қаласында 2018 жылы туған Даниал Ахунов жоғалып кеткен болатын. Баланы іздеуге полицияның кешенді күштер жасақтары, ұлттық ұлан қызметкерлері мен еріктілер тартылды. Қараусыз қалған гараждар, саяжайлар, орман алқаптары және кәріз құдықтары тексерілді. Сүңгуірлер жақын маңдағы су айдындарын тексерді. Іздеу шараларының нәтижесінде зорлық пен өлім белгілері бар жоғалған баланың мәйіті табылды деп хабарлады облыстық полиция департаменті бастығының орынбасары Қалым Байжанов. Ақпаратқа сәйкес осы қылмысты жасады деген күдікті ұсталып қамауға алынған. Бұл дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99 бабы 3 бөлігі жас баланы өлтіру бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Қылмыстық істі тергеп тексеру шеңберінде өзге ақпарат жария етілмейді.